Кеттік ал. Айым, Ақмаржан, есеп бірге шығарып отырыңдар, иә? Кеттік ал. Бүгінгі тақырып жалпы биологиядан есептерді қарайтын боламыз. Генетика тарауына байланысты. Кеттік ал. Бірінші, ынта болса адамда, қиын іс жоқ ғаламда, иә? Яғни, ынтамыз бар болса, бәріміз қиын деп, жалпы 80% биология тыңдайтын оқушылар есеп шығарудан қиын, маған есеп бар, нұсқа түспей-ақ қойсын деп тілеп отырады, иә, ентаға кіретін кезде. Бірақ осы эфирден кейін наоборот ойлайсыздар енді. Маған есеп көп түссе екен, сол есеп арқылы 2-3 балл, 3-4 балл жинап алсам екен деп ойлайсыздар, керісінше. Ал кеттік ал, бастайық. Қандай есептерді қараймыз? Моногибридті бодандастыруға 5 есеп, дигибридтіге 5 есеп, аутосомалық тұқым қуалауға 5 есеп, жыныспен тіркесіп тұқым қуалауға 5 есеп, және қан топтарына және пинет торы, яғни теориялық ықтималдылыққа байланысты 5 есепті қарастыратын боламыз. Сосын эфирдің соңына дейін қатысқан оқушыларға подарка береміз. Ентіға байланысты. Кеттік ал. Дайын болсақ, плюс батырмасын басайық. Сәлем, Зарина. Кеттік ал. Жалпы осы есептерді қарастырмас бұрын мына термин сөздермен таныс болуларыңыз керек. Генетикалық есеп дегеніміз жалпы бізде мағынасы қандай? Гендердің тұқым қуалау заңдылықтарына байланысты есептерді анықтау болып табылады. Пинет торы дегеніміз не? Осы есептерді біз пинет торына құрып шығаратын боламыз. Барлық есептер почти биологияда. Ол біз деген ұрпақтың генотипін анықтайтын кестені айтатын боламыз. Қазір көрсетем пинеттердің екен. Келесі доминантты белгі дегеніміз бізде басым белгі, яғни бір данасы жеткілікті. Доминантты белгі деген всегда бізде үлкен әріп болса, егер де бізде үлкен А және де кіші А болса, бұл бізде доминантты белгі деген сөз. Немесе кіші А және кіші А болып тұрса, бұл бізде керісінше рецессивті, яғни бұл бағылыңқы белгі, жасырыңқы белгі. Ал доминантты белгі бұл басатын белгі. Мысалы, бізде үлкен семіз адаммен бой ұзын және бой кішкентай қортық адам төбелессе, бізде үлкен бой ұзын адам жеңеді ғой. Сол сияқты доминантты деген сол басым белгі, яғни үлкен А әрпі болса, бұл бізде доминантты белгі дегенде білдіреді. Ал керісінше кішкентай А әріп болса, бұл бізде рецессивті белгі дегенде білдіреді. Келесі гомозиготалы деген термин бар. Сонымен қатар бізде гомозиготалы деген бірдей гендер, яғни бізде есепте А және үлкен А сұраса, бұл бізде гомозиготалы деген. Керісінше кіші А және кіші Аны берсе, бұл бізде гомозигота деген. Яғни бірдей әріптен құралған белгі болса, бұл бізде гомозигота деген білдіреді. Ал гетеро дегеніміз әртүрлі гендерден құралған әріптер. Яғни, мысалы, үлкен А және кіші А, немесе үлкен Б және кіші Б, немесе А және кіші Б деген сияқты, бұл бізде гетерозиготаны дегенді білдіреді. Аллель дегеніміз бұл бізде бір белгінің екі түрлі формасы. Мысалы, үлкен А және кіші А бұл бізде аллельдер болып табылады. Фенотип дегеніміз не? Фенотип дегеніміз бұл сыртқы белгілер. Мысалы, сары түс, сарғыш түс, мысалы, анасының терісі сары түсті, әкесінің шашы бұйра сары түс деген бұл бізде фенотипті белгілер. Ал генотип дегеніміз бұл бізде геннің ішкі құрылысы. Мына белгілер бұл бізде генотипті білдірсе, фенотип дегеніміз сыртқы белгілерді көрсетеді. Түсін, терісін, шашының бұйралығын, тегістігін бұл бізде фенотип, яғни фенотип деген сыртқы белгілер, генотип дегеніміз геннің ішкі құрылысы. Эппір дегеніміз не? Эппір дегеніміз ата-анадан туған бірінші ұрпақты эппір дейміз. Ал біз эппір мен эппірдің будандастыру арқылы біз F2 ұрпағын алатын боламыз. Осы терминдер түсініксіз болуы мүмкін. Қазір есеп шығарып отырып түсініп аласыздар. Кеттік ал. Бірінші есепті талдайық. Бірінші есепте нағыл деген таза тұқымды сары бұршақ. Не, үлкен А және үлкен А бұл бізде қандай белгі? Жаңа айттым,
үлкен А болса, бұл яғни бізде доминантты белгі бар екен бұл жерде. Доминантты. Яғни бізде басыңқы беретін А бар, 2 үлкен А. Тара тұқымды сары бұршақ пен жасыл бұршақты будандастырғанда F1 ұрпағында қандай белгілер пайда болады? Бұл жерде біз пенет торына саламыз. Пенет торын осылай саласыздар. 2 көлденең 2 сызық, үстінен тік 2 сызық түсіресіздер. Жоғарғы жағына бірінші белгісін жазасыздар. Үлкен А және үлкен А, бұл бізде доминантты 2 үлкен А. Гомозиготалы доминантты. Келесі бізде гомозиготалы рецессивті кіші А және кіші А. Енді будандастырамыз. Мынаны қараңыздар. Жоғарғыдағы бірінші әріппен, мына жақтағы бірінші әріпті қосасыздар. Үлкен А және кіші А. Мына жақтағы бірінші әріппен, мына жақтағы бірінші әріпті қиылыстырамыз. Үлкен А және кіші А. Жоғарыдағы бірінші А мен мынаны қиылыстырамыз. Қандай? Үлкен А және кіші А. Мынамен мынаны қиылыстырамыз, сол кезде үлкен А және кіші А. Енді қараңыздар, жаңа 4 торкөз болды. 4 торкөздің бізде қосындысы 100% көрсету керек. 4 торкөздің қосындысы бізде қанша пайызды? 100% көрсету керек. Сонда бізде мына торкөзде 25%, мына торкөзде 25%, мына торкөзде 25%, мына торкөзде 25% болу керек. Сонда бізде F1 ұрпағы, яғни F1 дегеніміз мына торкөз айтамыз. F1 ұрпағында бізде қандай болды? F1 ұрпағы бізде үлкен А және кіші А. Үлкен А және кіші А бұл бізде доминантты белгі. Яғни бізде доминантты белгі мына жерде сары түс болып тұр ғой. Себебі бұл жерде қандай? Үлкен А әріптері бар. Сонда бізде не болады? F1 ұрпағы бізде 100% сары түс болады екен. Бұл бізде фенотипі, сыртқы көрінісі. Ал генотипі де бізде 100%, мына 25% үлкен А және кіші А, мына 25% үлкен А және кіші А, мына 25% тұз, мына 25% тұз. Үшеуін қосқанда 100% генотипі 100% үлкен А және кіші Аны құрайды екен. Қай жері түсініксіз болды сұраймыз? Мына есепте. Ақбота, айым, қай жерін түсінбей қалдыңдар? Сұрақ бар ма? Міне қараңыздар, сары түс бұл жерде доминантты белгі, ал жасыл түс рецессивті белгі. Не үшін сары түс доминантты белгі? Өйткені сары бұршақ бізде үлкен А және үлкен А, яғни бас әріптер болған соң доминантты белгі, жасыл бұршақ бізде кіші әріп болған соң не? Рецессивті, яғни бағыныңқы белгі болып табылады. Түсінікті ма? Бәрі түсінікті дейді. Жақсы. Айым түсінікті дейді. Келесі есепті қарайық. Келесі есеп не ал дейді? Гетерозиготалы үлкен А және кіші А 2 сары бұршақты будандастырғанда ұрпақта қандай генотип пен фенотип ара қатынас шығады? Гетерозиготалы дегеніміз ол бізде әртүрлі деген сөз. Яғни, мысалы, мына жерде гомозиготалы деп берсе, сіздер үлкен А немесе гомозиготалы үлкен А немесе үлкен А, кіші А немесе кіші А болу керек еді. Бірақ бұл жерде бізде есептің берілгенде гетерозиготалы депті. Гетерозиготалы дегеніміз не? Әртүрлі, яғни үлкен А мен кіші А. Гетерозиготалы 2 сары бұршақты будандастырғанда ұрпақта қандай генотип пен фенотип ара қатынас болады дейді. Міне фенотиптерін сызамыз. Яғни бізде екеуі де гетерозиготалы дейді, анасы да әкесі де. Жазамыз. Мына жағын тоже үлкен А және кіші Аны жазамыз. Екеуі де гетерозиготалы АА дейді. Қиылыстырамыз. Жоғарыдағысымен мынаны қиылыстырамыз. Үлкен А және үлкен А. Мынамен мынаны қиылыстырамыз. Үлкен А және кіші А. Үлкен А және кіші А. Кіші А және кіші А шықты. Енді қараңыздар бізде. Не мынау? Нарада жаңа айттық. Бізде А болса сары, үлкен А және үлкен А болса сары, үлкен А және кіші А болса сары. Себебі бұл екеуінде де бізде үлкен А бар, себебі доминантты белгіні біз сары деп айттық. Сонда бізде 25% сары түс шықты, 25% сары түс, 25% сары түс,
қанша? 25% қандай түсті? Түс шықты? Жасыл түс шықты. Сонда біз 3.25-ті қосқанда қанша? 75% сары. 25% қандай? Жасыл түс шықты. Ал генотиптерін осылай жазасыздар. 25% үлкен А, 50% үлкен А және кіші А, 25% кіші А және кіші А. Мына жерде сұрақ бар ма? Осы есеп бойынша. Молодец. Мен басымнан көрініп отыр ма? Менің астына жазғандарым. Мына екінші есептен сұрақ бар ма? Көрінбей тұр апай. Окей, қазір мына бетіне жазуға тырысамын. Қай жер түсініксіз болып қалды есеп сұрап жүріңдер. Зарина, сұрақ бар ма? Жоқ, түсінікті. Окей, кеттік ал, келесі. Үшінші есепті шығарып көрейік. Үшінші есепте гетерозиготалы сары бұршақ пен рецессивті жасыл бұршақты будандастырылған дейді. Ұрпақта қандай қатынас шығады дейді. Кеттік ал. Мына бетке жазып көрейін. Гетерозиготалы дейді. Үлкен А және кіші А әртүрлі. Сары бұршақпен, яғни бұл жерде сары бұршақ бізде доминантты берілді. Сары бұл доминантты. Себебі бұл жерде үлкен А бар, е? Ал рецессивті жасыл бұршақ бұл жерде жасыл түс бізде рецессивті белгі. Себебі кішкентай А-дан құралған. Кеттік ал. Үлкен А және үлкен А мен кіші А және кіші А-ны қиылыстырамыз. Қалай қиылыстырамыз? Бірінші торгөзге не жазамыз? Жазып жүреміз комментарияға. Ақбота пайызды қалай табады дейсіз ба? Міне, пайызды былай табасыздар. Мына жерде бізде 4 торгөз тұр ғой. 4 торгөз бізде общий қосқанда 100%-ді беру керек. Сол 100-ді 4-ке бөлгенде әрқайсысы 25%-дан шығады. Сол арқылы пайыз табамыз. Мысалы, нарада қараңыз. Үлкен А және үлкен А бізде 25% береді. Ал үлкен А және кіші А-дан 2 болғандықтан 2-ін қосқанда 50% деп жаздық мына жерге. Ал кіші А және кіші А бізде 25%. Мына торгөз бізде 25% болғандықтан оны тек 25% деп жаздық. Бірінші торгөзге не жаздым? Молодец, айым. Бірінші торгөзге қалай? Үлкен А және кіші А-ны жазамын. Үлкен А және кіші А. Екінші торгөзге мына мен мына қиылыстырамыз. Кіші А және кіші А. Наусына үлкен А және кіші А. Кіші А және кіші А. Бұл жерде қарасаңыздар, мына 1 торгөз, 2 торгөз, 3 торгөз, 4 торгөз бос болды. Осы 4 торгөздің қосындысы бізде 100% көрсету керек. 100-ді 4-ке бөлгенде қаншадан шығады? 25%-дан шығады. Сонда әр торгөзіміз бізде 25% көрсетеді. Мынау 25%, мынау 25% және мынау 25% дегенді білдіреді. Енді қараңыздар, үлкен А және кіші А-дан бізде 2 бар. Бұл бізде үлкен А болса, бұл сары доминантты белгі. Сонда сары доминантты белгіден бізде 50% бар деген сөз. Доминантты белгіден 50%. Бұл үлкен А және кіші А. Кіші А және кіші А-дан 2 бар. 2 25-ті қоссаңыздар 50%. Сонда бізде
кіші а және кіші а бұл бізде 50% көрсетеді екен. Сонда қатынас бізде жауабы қандай шығады? 2-де 2, 2-де 2-ні қысқартсақ бізде 1-де 1 деген шығады екен. Қараңыздар, мына А2 үлкен а кіші адан 2 бар, кіші адан 2 бар. Сонда 2-де 2-ді жаздым. 2-де 2-ні қысқартсақ бізде 1-де 1-ді береді. Мына жерде не түсініксіз сұраймыз? Я солай. Менің айтқанымда сіздерге сәл бір 20 секундтай ма кеш барады. Түсінікті дейді Ақбота. Ақбота, түсіндің ба пайыздарды? Қай жерден шыққан пайыздың? Кеттік, ал келесі есепті қарайық. Түсінікті апай дейді. Окей. Келесі есеп, 4-ші есеп. Таза тұқымды доминантты белгі. Не үшін доминантты? Өйткені екеуі бізде бұл жерде үлкен әріп бар, иә? Таза тұқымды доминантты белгімен гетерозиготал дара үлкен б және кіші б-ны будандастырғанда ұрпағы қандай болады дейді. Будандастырайық, пинет торына саламыз. Ой. Пинет торына саламыз. Яғни таза тұқым доминантты белгі үлкен б және үлкен б. Енді гетерозиготал дара үлкен б және кіші б. Будандастырғанда ұрпағы қандай болады дейді. Енді бірінші торгөзді не жазамыз? Үлкен б және кіші б-ны қиылыстырамыз. Сонда үлкен б және кіші б. Үлкен б мен үлкен б және үлкен б. Үлкен б мен үлкен б-ны қиылыстырғанда үлкен б және үлкен б. Үлкен б мен кіші б-ны қиылыстырғанда үлкен б және кіші б. Үлкен б мен кіші б-ны қиылыстырғанда үлкен б және кіші б шықты. Енді пайызын табыңыздар. Бізде таза тұқым доминантты белгі, яғни үлкен б мен үлкен б және гетерозиготал дара үлкен б мен кіші б-ның пайыздары қанша? Соны комментарияға жазамыз. Ұрпақтары қандай болады пайызы? Жетпіс бесте 25 дейді. Айым неге олай? Айым қателестің ғой арада деген бізде тең ғой. 50%-да 50%. Дұрыс айтасыз. Бұл бізде үлкен, мына, жаңа айттым ғой сіздерге, 4 торгөз бізде қанша пайызды көрсету керек дедім. 4-еуінің қосындысы бізде 100% көрсету керек, 100%. 100-ді бізде бөлгенде 4-ке 25%-дан түседі дедім. Мынаған 25, мынау 25, 25, 25. Бұл жерде бізде үлкен б-дан 2 бар. 2 25-ті қосқанда 50 шығады. Үлкен б және кіші б-дан 2 бар. 2-ін қосқанда 50 шығады. Сонда 50%-да 50% шығады жауабы. Осы жауап белгілейсіздер. Бұл бізде б вариантында тұруы мүмкін. Немесе с деген сияқты. Сынықты ма мына жер? Сұрақ бар ма? Кімде қандай сұрақ бар? Бәсе? Есеп түсінікті болса лайк басып отырамыз. Келесі, кеттік. Келесі есепті қараймыз. Мені видеоға түсіріп жүрсеңіз. Келесі есеп 5-ші есеп. Рецессивті белгі. Не үшін рецессивті белгі? Айтып жіберіңіздерші маған. Не үшін рецессивті белгі бізде? Неге рецессивті белгі? Кіші болған соң ба? Молодец Ақмұржан
кіші болған соң. Так, шарты рецессивті белгі мен гетерозиготалы дараны будандастырғанда ұрпағы қандай болады? Пенеттордан саламыз. Бізде жоғары жағына кіші Б және кіші Б-ны, астыңғы жағына гетерозиготалы дара будандастырғанда үлкен Б және кіші Б-ны. Енді қиылыстырамыз. Үлкен Б және кіші Б-ны қиылыстырғанда үлкен Б және кіші Б, үлкен Б мен кіші Б-ны қиылыстырғанда үлкен Б және кіші Б, кіші Б мен кіші Б-ны қиылыстырғанда кіші Б және кіші Б, кіші Б мен кіші Б-ны қиылыстырғанда кіші Б және кіші Б шығады. Есептің жауабында неше процент шығады? Жауабын жазамыз астына. Жауабын күтемін. Басылыңқы, кіші болған соң, кіші болған соң басылыңқы. Егер де бізде үлкен А болса, бізде доминантты белгі болатын еді. Яғни басатын белгі болатын еді. Дұрыс айтасыз. Молодец. Молодец, Ақмаржан. Күшті түсініп отыр, Ақмаржан. Яғни бұл бізде жаңа айттым, 4-ен қосындысы 100% көрсету керек. Сонда мынау бізде 25, 25-тен түседі, 25-тен түседі, 25-тен түседі. Үлкен Б мен кіші Б-ны қосқанда екеу бар, сонда бұл бізде 50%. Екеуін қосқанда 50% көрсетеді екен. Бұл бізде С варианты болуы мүмкін. 50 деген нұсқа шығуы мүмкін. Келесі есепті талдайық. Енді бұл бізде моногибридті будандастыруға байланысты. Келесі бізде сәл қиындай түседі. Бұл бізде уже дигибридті будандастыруға байланысты есепті қарастыратын боламыз енді. Моногибридті будандастыруға байланысты есеп түсінікті ма? Жарыстырып шығарып отырық. Күшті апай. Жарыстырып шығарып отырық. Мадыз. Түсінікті болса болыпты. Кеттік. Келесі есепті қарастырайық. Бұл енді сіздерге түсіндіре өтейін. Моногибридті будандастыру мен дигибридті будандастырудың айырмашылығын. Моно деген бұл жалпы бізде білеміз, 1 деген мағынаны білдіреді, ал ди деген жалпы 2 деген мағынаны білдіреді. Моногибридті будандастыруда қарасаңыздар, сіздер тек қана бір ғана сыртқы көріністі айтқанда, мысалы, сары, қызыл түсті бұршақ деп, ал дигибридті былай айтуы мүмкін. Сары түсті бұйра шаш, немесе сары түсті алма кедір бұдыр, немесе жасыл түсті алма тегіс деп. Монода тек қана бір ғана нәрсені сипаттайды, ал дигибридте де бізде 2 нәрсені сипаттайды. Айырмашылығы сол. Түсінікті ма? Енді есеп шығарамыз. Міне, көрдіңіздер ме? Өже бұл жерде 4 әріптен белгілеген. Яғни бұл бізде қараңыздар. Кеттік ал. Есептің берілген. Есептің берілгенде нағыл дейдім бізде. Ешкім айда кетті. Үлкен А-дан 2 бар, үлкен Б-дан 2 бар, екеуін қиылыстырған кіші А-дан 2, кіші Б-дан 2. Таза тұқымды сары тегіс бұршақ пен жасыл қарпыл бұршақтың бір ұрпағы қандай? Міне, бұл жерде бізде үлкен А, бұл бізде доминантты белгі және сары түсті көрсетіп тұр. Үлкен Б бізде доминантты белгі, бұл тегісті көрсетіп тұр. Мына жерде түсіндіріп жатырмын. Енді бұл жерде кіші А бұл бізде рецессивті белгі, бұл бізде жасыл түсті көрсетіп тұр. Кіші Б бұл бізде рецессивті белгі, кіші Б бұл бізде жаңағы ғарпылды көрсетіп тұр. Жаңағы тегіс болса, бұл кедір деген сөз шығар, кедір дегенді көрсетіп тұр. Мына жерде түсінікті ма? Әріптер түсінікті ма? Ал кеттіген. Тұжбынды пенетторына салып шығарамыз. Мына жерде қарасаңыздар, бұны қысқартып алуға болады. Өйткені бізде үлкен А-дан 2, үлкен Б-дан 2, үлкен кішкентай А-дан 2, кішкентай Б-дан 1 көрсетілген. Еще бізде бір ұрпағынан сұрап тұрген, бұны біз қысқартып алсақ болады екен. Мұнараға үлкен А-дан 1, кіші Б-дан 1, үлкен Б-дан 1, кіші А-дан 1, кіші Б-дан 1 жазамын.
қиылыстырамыз. Үлкен А және кіші А, үлкен Б және кіші А, үлкен А және кіші Б. Және кіші Б және кіші Б-ны көрсетіп тұр. Сонда бұл жерде F1 ұрпағы қандай? Бізде F1 ұрпағы бұл бізде қандай? Сары тегіс бұршақ екен. Себебі бізде қандай бар? Бұл жерде уже бізде доминантты белгі бар. Сол себепті бізде жаңағы сарын аламыз. Доминантты белгі себебі всегда бізде басатын болғандықтан доминантты белгі бар болса, бізде сарыды аламыз. Бұл жерде бізде айқын жасырын көрінетін жасыл түсте бар екен. Бірақ бұл бізде уже доминантты сары деп белгілейміз ана жерде. Түсінікті ма? Келесі есепті шығарып көрейік. Келесі есеп уже бізде қиындай түседі. Гетерозиготалы үлкен А, кіші А, үлкен Б және кіші Б дараларды өзара будандастырғанда ұрпақтың генотипі қандай қатынаста бөлінеді дейді. Енді бұл бізде қарасаңыздар, үлкен А, кіші А, үлкен Б, кіші Б арасында мына 4 түрлі гаметаны алуға болады екен. Мынаны қараңыздар. Яғни бұл жерден біз қандай гамет аламыз? Бірінші үлкен Адан және үлкен Б-дан аламыз. Үлкен А және үлкен Б деген гамет аламыз. Және үлкен А және кіші Б гаметасын аламыз. Сосын кіші А және үлкен Б гаметасын аламыз. Және кіші А және үлкен Б гаметасын ала алады екенбіз. Енді осы жер түсінікті ма? Бізде сонда 4 дарадан 4 түрлі гамет алуға болады. 4 әріптен 4 түрлі гамет алуға болады. Сол жер түсінікті ма? Мына нараға жазып қойғам. Осы жерін түсініп алыңыздаршы, ары қарай оңай болады. Айым Ақмаржан арасы түсінікті ма? Енді кеттік, ары қарай шығарамыз. Енді бұл пинет торы бізде қиындай түседі. Көк свет алайыншы. Жіңішке. Жазамыз. Үлкен А және кіші Б, үлкен А және үлкен Б, үлкен А және кіші Б, кіші А және үлкен Б, кіші А және үлкен Б. Тоже наяғына дәл солай жазамыз. Үлкен А және үлкен Б, үлкен А және кіші Б, үлкен А және кіші Б, наяғына да үлкен А және кіші Б деп жазамыз. И барамызда жаңалды қиылыстырдық қой. Дәл солай неға жазып шығамыз. Үлкен А және кіші Б, үлкен А және кіші Б. Дәл осылай бәрі толтырып шығамыз. Толтыруды үйреттім ғой жаңа. Осылай толтырып шығамыз. Сол кезде бізде дәл осылай толтырылып шығады. Мына мынау дайын түрі. Мына үлкен А үлкен А мен үлкен А-ны қосамыз. Сосын үлкен Б мен үлкен Б-ны қосамыз. Неяқта да үлкен А мен үлкен А-ны қосқан. Сосын үлкен Б мен кіші Б-ны қосқан. Үлкен А мен кіші А-ны қосқан. Үлкен Б мен кіші Б-ны қосқан. Сосын үлкен А мен кіші А-ны қосқан. Үлкен Б мен кіші Б-ны қосқан. Тоже барлығын осылай толтырып шығасыз. Мына жер түсінікті ма? Мына пинет торына толтырылған. Мына осылай генетика өзі осындай қиындауда. Осы жер жатасады, осы дигибридті түсіп қалса, сәл енді да бастарыңызды шайқауға тура келеді. Ақботан арасы түсінікті ма? Дигибридті де 4 әріп беріп қойса, 4 әріптен шығарасыздар ғой. Болды апай, түсінікті жазбай қойың дейді. Окей, енді мынаны қараңдар сіздер. Енді бұның қалай генотиптерін анықтайсыздар. Бұл жерде бізде 16 тор көрсетілген. 16.
Дегибридте сіздерде пайыз сұрамайды, көбінесе қатынас сұрайды. Аста тұруы мүмкін 1-1, 1-4, 1-6, 9, 3. Осындай есептер келді ме сіздерге? Қатынасқа байланысты есептер. Ой. Қатынасқа байланысты есеп келіп пе еді? Түсінбей қалдым дейді. Қай жерін түсінбей қалдың? Ақпарат тоже сондай ғой, жаңағыдегідей бодандастырамыз. Просто мына жерде 2 әріптен бодандастырасыз да, ол кезде қиылыстырасыздар да. Мына бірінші әріппен бірінші әріпті қиылыстырасыз, екінші әріппен екінші әріпті қиылыстырасыз. Бұл жерде жаңағы 16 торгөз шығу керек. Енді мынаны қараңыздар. Бұл жерде үлкен А бізде сары түсті білдіреді, ал кіші А бұл бізде жасыл түсті білдіреді. Жаңағыдегідей. Үлкен Б бізде тегісті, кішкентай Б қандайды? Бұдырды білдіреді, ғартты. Енді бұл жерде бізде соңғы әріпі кішіні санамауымыз керек. Соңғы әріпі кіші болатын, үлкен ала санамауымыз керек. Сонда бізде соңғы әріпі кіші болатын. Наны санамаймыз. Наны, сосын наны санамаймыз. И тағы қайсысы бар? И наны санамаймыз. Сонда бізде үлкен адан қаншау бар? Сарыдан, сары тегістен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. Нан санамаймыз айтпақшы. Бұны санамаймыз. 8, сонда 9. Сонда бізде 9 түсті сары тегіс бар. Неге біз кіші бұлар санамаймыз тұрмыз? Себебі бұлар бізде не? Ғарпыл бұдырлар. Ал бізге сары тегістер керек. Сары тегістер бізде қандай олар тегіс дегеніміз жаңа басы үлкен адан, осын үлкен А және үлкен Б-дан тұратындарды ғана санаймыз. Яғни сары тегістер бізде 9 екен. Сол сияқты сары ғарпылдар, яғни үлкен А және кіші Б-лар бұл бізде 3 екен. Кестеде көрсетіліп қойған ашыл, жасыл тегістер 3, ал жасыл ғарпылдар 1 екен. Сонда бізде бұның несі? Қатынасы, бұл жауап есептің қатынасы 9, 3, 3, 1-ді көрсетеді екен. Түсінікті ма? Есеп қиын болып кетті ма? Шығып кетті біраз. Мына жер түсінікті ма? Окей. Қазір мен үйге есептер берем. Сол есептерді қарап шығарсаңыздар түсініп кетесіздер. Мына видеоны қайта-қайта қарап. Мына тоже есеп. Негізі осыған байланысты есеп. Так, дәл осыны есеп қарастыра салайық. Бұл жерде бізде үлкен А және кіші Б, кіші Б-ны көрсетілген екен. Қосып есепті. Так, мына есеп шығарып көріңіздер. Жауабы неше шығады? Эфирде отқандар. Жаңағыдегідей аласыздар ғой. Мысалы, мынау 4 әріптен 4 не алу астына санауларыңыз керек мынандай қылып. 2 әріптен де tosыны алу керексіздер. Енді бұл жерде пенит торы бізде қалай болады? Ой. Міне, қарасаңыздар, міне, дара және қос рецессивті дара дейді. Енді бұл жерде бізде үлкен А және кіші Б-дан бізде тек біреу ғана аламыз, үлкен А және кіші Б-ны ғана аламыз. Немесе кіші Б, немесе үлкен А аламыз. Бұл екеуі математика сияқты орын ауыстырғанмен бәрібір мәні бір. Сол себепті біреуін ғана жазамыз. Үлкен А және кіші Б. Міне, үлкен А, кіші А, үлкен Б, кіші Б-дан бізде 4 түрлі аламыз, Міне, жоғардағыдай 4 түрліні аламыз. Жазайық. Тақтаға сыймай жатырмын ғой.
мына жерге біз қандай аламыз? Үлкен А және кіші Б-ны аламыз. А және Б-ны аламыз. Аны және Б-ны А және Б аламыз. Енді бұны қиылыстырамыз. Так, мына екеуін қосып жазылайын, бәрібір бір ғой. Енді мынаны қиылыстырған не шығады? Үлкен А және үлкен Б, кіші А және кіші Б, үлкен А және үлкен Б, А және А, үлкен Б және кіші Б, А және А, кіші Б және кіші Б. Мына біріншісін дұрыстап жүрейік. Мына біріншісінде қай жерде қате бар? Үлкен А, кіші А, үлкен Б және кіші Б. Енді бұл жерде не шығады сонда? Қандай түсінік шығады? А-Б болмай ма, или солай жазуға бола ма дейді. Иә, осылай болады ғой, мен просто қателесіп кеттім мына жерде. Немесе былай түсініксіз болса, тағыдан араға сызып, мынау бар ғой. Нарда үлкен А, кіші А және кіші Б-дан, кіші А және кіші Б-дан тағы да жазып алсаңыз болады мына жерге. Жоғарғы жағына. Үлкен А және кіші Б деп. Естіп, дәл осылай тағы да қиылыстырып шығасыздар. Сол кезде дәл осы мән екеу шығады. Сол кезде бізде жауап қандай болады? Үлкен А және кіші Б, үлкен Б және кіші Б. Қай? Сосын үлкен А және кіші Б, Б, А, Б шығады мына жерде. А, Б, Б. Сонда бізде барлығы қандай қатынаста шығады? Мынаны қараңыздар. Үлкен А, кіші А, үлкен Б, кіші Б. Бұл бізде қандай? Екеу бар. Қарасаңыздар, барлығынан екеу бар. Сонда бізде жауап қандай шығады? 2 шығады. Бұны қысқартқанда нешеге тең? Барлығын қысқартқанда? Ана кестедегі атаулар болмай ма, сары тегіс деп. Қалай сонда? Я негізі атаулар беріп қояды, мен ана жерге атаулар жазбағам, просто төбесін жазып қоя салғам ғой. А, Б деп ана есепке жазбағам. Сары тегіс деген бұл бізде қандай? Доминантты белгі. Ал жаңағы жасыл бұдыр бұл бізде рецессивті белгі. Екі-екіні қысқартқанда нешеге тең? Молодец. Сонда қанша есептің жауабы бізде? Ой, папсым бұла. 1-1-ге тең. Үйге көп есеп берем, соны шығарып отырып, дегібритті бұдан асырып үйреніп аласыздар. Так, 4-ші есеп тоже самый солай шығаруға болады, 5-те солай шығарасыздар. Келесі, аутосомды тұқым қалауға байланысты есептер. Так, кеттік, ал бұл есепті шығарайық. Бұл есепте дағы дейді бізде доминантты белгі қарашаш. Бұл жерде бізде доминантты белгі, яғни бізде қарашаш бізде басатын белгі. Ал рецессивті бізде бағылыңқы белгі сары шаш екен. Гетерозиготалы ата-ананы ұрпағында қандай шаш түсі болады дейді. Яғни осы екі ұрпақта қандай шаш түсі болады дейді. Енді қиылыстырамыз. Үлкен Б және кіші Б, бұл ата-анада екеуде гетерозиготалы екен. Үлкен Б және кіші Б. Бұл жерде бізде үлкен Б қандай түс шашын түсі? Қара түсі, қара. Ал кіші Б ше сары түсі шаш. Түсінікті ғой. Енді бірінші торкөзге не деп жазам? Ақмаржан, Ақбота бірінші торкөзге не деп жазам?
Молодец. Birinchi turgizgi ulkan b және ulkan b. Екінші turgizgi ulkan b және кіші b. Үшінші turgizgi ulkan b және кіші b. Үлкен b және үлкен b. Кіші b және кіші b. Енді қосқанда 100% көрсетеді дедік. Енді үлкен b-дан бұл бізде қанша бар? Үлкен b-мыз бізде қара шаштыға, кішкентай b-мыз сары шаштыға тең. Сонда бізде неше пайыз қара түсті шығуы мүмкін, неше пайыз сары түсті шығуы мүмкін? Жауабын жазайық астына. Елу, 25. Енді шашын түсін жазайық. Ақмаржан, сен генотипін жазып қойыпсың. Енді маған фенотипін айт. Фенотипі қандай? Генотипі бізде үлкен b-дан үлкен b 25%, үлкен b және кіші b 50%, сосын кіші b және кіші b 25%. Оның дұрыс, генотипі дұрыс. Енді маған фенотипін айтсаң? Фенотипі неге тең? Фенотип сыртқы көрініс шаштардың түсі бойынша пайыз айтшы. Міне, қараңыздар. Жаңа айттым сіздерге. Бұл жерде есептің берілген доминантты белгі қара шаш b әріпімен, ал рецессивті сары шаш кіші b әріпімен. Енді бұл жерде басыңқы беріп тұрған b әріпінде бізде 3 торгіз бар. Сонда бізде 75% қара шаш болуы мүмкін, 75% қара шаш. Ой, өсіріп жазайық шығырсын ау. Кесені қайттан құрайық. Маған кесені қайттан құруға көмектесіңдер. Кішкене жазайық шығырсын. Үлкен b, кіші b, үлкен b, кіші b, үлкен b, үлкен b, үлкен b, кіші b, үлкен b, кіші b, кіші b, кіші b. Енді бізде доминантты белгі қара шаш v әрпінен бізде 3 торгіз бар. 25-ті 3-ке көбейтсең қанша? 25-тен 25-ті 3-ке 3-ге қоссаң қанша? 70% ба? 75% ба? %75 бізде қара түс шығады. Қара түс. Ал 25% неше санайсыз? Сары түс болады екен. Бұл бізде фенотип. Ал генотипі жаңа Ақмаржан жазған дұрыс. Генотипін жазатын болсаңыздар, әрқайсысын белгі жазасыздар. Үлкен b-дан 25%, үлкен b кіші b-дан 2 бар, я? 25-ке 25-ті қоссаң 50%, кіші b және кіші b-дан 25% шығады екен. Түсінікті ма? Мына жері тұқым қалауға байланысты есеп. Қай жері түсініксіз болып қалды, сұраймыз. Қай жері түсініксіз болып қалды? Доминантты белгілері барды қосамыз. Бұл бізде қара шаш. 75% шықты. Рецессивті, яғни кішкентай әріпті қосамыз, олар тек біреу ғана тұр, я? Міне бір торгізде, 4-ші торгізде үлкен әріп жоқ. Яғни үлкен әріп жоқ болса, ол бізде рецессивті белгі болған. Ол сары түсті шаш, ол 25%. Түсінікті болса кеттік ал. Келесі есеп. Әкесі бізде доминантты гомозиготалы қара шаш, анасы
рецессивті гомозиготалы сары шаш ұрпағы қандай болады дейді. Ал бірге шығарайық. Үлкен Б әкесі, анасы кіші Б және кіші Б. Бірінші торгөзге не жазам? Айтып жөніңдер. Молодец. Кеттік ал. Сонда бірінші торгөзге жазамын. Үлкен Б және кіші Б. Екінші торгөзге үлкен Б мен кіші Б-ны қиылыстырам. Екінші торгөзге үлкен Б және кіші Б. Үшінші торгөзге үлкен Б және кіші Б. Сонда жауабы қандай шығады? Ұрпағын жауабы. Бізде сонда барлығында доминантты бізде қара шаш бар, иә? Сонда бізде ұрпағы 100% қара түсті шаш шығады екен. Бізде оларда бізде бірақ екінші әріпінде кіші Б бар, бірақ бұл бізде жасырыңқы, бізде жасырын түрінде бізде сары түсті шаш болады екен. Но бізде основном басатын бізде 100% есептің жауабы қара түсті шығады екен. Бұл бізде жаңағы фенотипі, ал генотипі қалай жазамыз? Генотипін жазамыз, үлкен Б-дан бізде тоже бізде 100% шығады екен. Түсінікті ма? Молодец, күштің отсыныр. Келесі. Қорқым түсіндіре алмай қалам ба деп. Келесі шарты дейді. Үлкен Б кіші Б және кіші Б ұрпағының шаш түсі қандай болады дейді. Бұл жерде бізде үлкен Б бізде бұл бізде доминантты қара түсті білдіреді. Ал кіші Б бізде сары түсті. Ана жерде түсін айтпай қалыпты есепте. Мынау контекстіме бірдеңеде тұрған шығар. Скринді алғанда осы жерге ғана скринді алған ғой. Енді бұны шығарамыз. Жоғарғысына жазамыз үлкен Б, кіші Б, астына жазамыз кіші Б және кіші Б. Қиылыстырамыз. Үлкен Б мен кіші Б-ны қиылыстырамыз. Үлкен Б және кіші Б. Кіші Б мен кіші Б-ны қиылыстырамыз. Үлкен Б және кіші Б-ны қиылыстырамыз. Кіші Б және кіші Б-ны қиылыстырамыз. Есептің жауабы қанша шығады? Иә, қара мен сары ғой сол. Просто есеп контексттік есептер ғой, жаңа контексті тұрған астында алмай қалған. Мынау үлкен Б бізде доминантты белгі қара шаш, ал кіші Б бізде сары шаш. Ахмыржан. Есеп сонда қандай жауап шығады? Есепті жауап неше шығады сонда? Так, бұл жерде бізде доминанттыдан қанша бар? Екеу бар, иә? Бізде сына 50% қара түс, процент қара, кішкентай Б-дан бізде екеу бар, сына кішкентай Б-дан сына бізде 50% қандай сары түсті шаш шығады екен. Түсінікті ма ана жерім? Келесі есепті қарайық. Ата-анасының екеуі де рецессивті. Бұл жолы рецессивті, яғни басылыңқы 2Б ұрпақ қандай болады дейді. Мына есеп шығарыңыздар енді. Б, кішкентай Б және кішкентай Б-ны қиылыстырғанда қандай шығады? Уже бұл есепті есеп шығармай қандай логика салсаңыз болады, иә? Екеуі де рецессивті, яғни екеуінің ұрпағы бірдей болғандықтан енді екеуі де сап-сары мен сап-сарыны үйлендірсең обязательно сап-сары шығады деген сияқты ғой. Енді екеуі де рецессивті сары түс болса, значит, олда 100% бізде сары түс шығады.
мына қараңыздар. Передторына шығара салайық енді сонда да. Б-ны қиылыстырасың. Б, кішкентай б, кішкентай б, кішкентай б және кішкентай б. Сонда бізде 100% болса, мынағанда 25, мынағанда 25. Сонда бізде қанша? Б-дан 100% бізде сары шашын түсі сары, терісін түсі сары түсті бала туу ықтималдылығы болады екен. Түсінікті ма? Мына жері. Так. Мынау 5-ші есеп тоже сондай. Енді мына есеп қарастырайық. Жыныспен тіркесіп тұқым қуалау дегенді қарастырайық. Түс соқырлығы X тіркесті рецессивті белгі, әкесі сау X, Y, анасы тасымалдаушы. Ұл мен қыздың ықтималдылығы қандай дейді? Так. Енді бұл есепті қараңыздар. Ал дейді, әкесі сау дейді. X, Y-ті үсте жазамыз. Әкесі сау екен. Ал анасы сау емес. Сол нені? Түс соқырлығын тасымалдаушы анасы екен. Жоғар жағында X-ті, X үлкенді, X кішкентейді. Бұл жерде X үлкенді қалыпты көру, яғни нормальный доминантты, ал X-ті түс соқырлығы рецессивті белгі болып табылады екен. Y бізде ерлердің жыныстық хромосомасы білеміз, Y-ті. Келесі енді қалай қиылыстырамыз? X да X болады, X да не болады? Y болады. X кішкентайды да X, X кішкентайды да Y болады екен. Сонда бізде қандай болады екен? 50% қыз, 50% ұл болады екен, Сонда жауап, есептің жауабы ұл мен қыздың ықтималдылығы қанша пайыз шығады? Сонда бізде X да X, X да X. Сонда бізде есептің жауабы 50% шығады екен. 50% қыз X да X сау, X кішкентай да X-ті тасымалдаушы. Ол сондай. Сонда бізде 50% шығады екен. Есеп түсінікті ма? Түсінікті болса, мен қазір мені жіберем. Осы слайдты жіберем. Қалған есептерді осыған байланысты шығарып көреміз. Жаңа аяқта да шығармаған есептер бар. Содан бөлек эфирдің соңына дейін қалған оқушы кім бізде? Эфирдің соңына дейін кім отыр? Мен арада көре алмайды екенмін. Жақсы, осы есепті группаға жіберем. Шыға берсеңіздер болады. Сау болыңыздар. Жеңіске жеткің келсе, өзіңді аямай қамшыла. Жақсы, сау болыңыз.